Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін балық шақтындамын еске түсіретін королевская ватрушканың рецебімен бөлісетін боламын. Мені жақсы танитындар творогпен жасалған кез келген десертті өте қатты жақсы көретінімді біледі. Менің рецебім басқа рецептерден өзгеше. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Әр аптада шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен творогқа қант, жұмыртқа және крахмалды салып блендермен еземін. Мүмкіндігінше паста тәріздес творогты таңдағаныңыз жөн, немесе түйіршікті творог болса, міндетті түрде електен өткізіп алыңыз. Егер блендер болмаса, миксермен араластыратын болсаңыз, крахмалды қоспасаңыз да болады. Себебі блендермен араласқанда масса сұйықтау болады. Сондықтан мен крахмал қостым. Салма осымен дайын. Осы салманы пайдалана берсеңіздер болады, бірақ мен түрі мен дәмі біраз ерекше болсын деп, оны екіге бөліп, бір жартысына какао қостым. Байқағандарыңыздай, мен салманы көз мөлшерімен екіге бөле салдым. Ал сіздер мүмкіндігінше теңдей қылып бөліңіздер, немесе какаоны аз бөлігіне қосыңыздар. Сонда ақ пен қараның жолақтары әдемірек болады. Пирогтың табанына және бетіне себетін ұнтақ дайындаймын. Ол үшін маған блендерді пайдаланған ыңғайлы, бірақ оған барлық ұн сыймағандықтан жартысын ыдысқа саламын, жартысын блендердің ыдысында қалдырып, бетінен салқын май және бір шымшын тұзды салып блендерлеймін. Егер блендер болмаса, сары майды үккіштен өткізіп, ұнмен араластырып отырып, қолмен езіп ұнтақтауға болады. Сары майы толық араласқан дайын ұнтақты қалған ұнға қосамын, бетінен қантты сеуіп, қолмен тағы да араластырып жіберемін. Енді табанына пергамент төселіп, жандарына сары май жағылған формаға ұнтақтың 3/2 бөлігін орналастырамын, және де жақсылап, шетінен бастап формасын жасап шығамын. Басында қолмен және соңында стаканмен тегістеймін. Салманы жақын жерге қойып, әрқайсынан бір ас қасықтан алып, үсті-үстіне салып отырамын. Толық салманың барлығын орналастырып болған соң, қалған ұнтақты бетіне сеуіп шығамын, және де қызып тұрған духовкаға 180 градусқа 40-50 минутқа жіберемін. Ватрушка піскеннен соң пешті өшіріп, есігін ашық қалдырып, сонда суытамын, сосын тоңазытқышқа бір түнге жіберемін. Мүмкіндігінше салқын күйінде жеген жақсы, себебі солай дәмдірек, және де ыстық күйінде кесу де ыңғайсыз болуы мүмкін. Бетін қалауыңыз бойынша әсемдеңіз. Егер какаосыз жасайтын болсаңыз, бетінен алманы үккіштен өткізіп қойып, ұнтақты оның бетінен сеуіп жасап көрсеңіз де өте дәмді болады. Міндетті түрде осы десертті отбасыңызға жасаңыздар. Өте дәмді, балалық шақты еске түсіретін ұмытылмас десерт. Каналыма қолдау көрсету үшін лайк басыңыз, және комментарийда творогтан жасалатын сүйікті десертіңізді жазып кетіңіз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.